Сәлем достар, құрметті көрермендер. Жаңа видеолар желісін бастап жатырмын. Білімді электрик деген. Кім энергетика саласының маманы? Электрика, электромонтажник, электромонтер. Бұл сұрақтарға оңай жауап береді. Өз білімдеріңізді тексеріңіздер. Тест 10 сұрақтан тұрады. Қолдарыңызға қағаз, қалам алыңыздар. Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Видеоның соңында тесттің жауаптары көрсетілген. Өз деңгейлеріңізді біліңіздер. Ал кеттік. Ереже бойынша жаңадан электр монтажды жасаған кезде қолданылатын кабельдегі минималды өткізгіштер саны қанша болу қажет? Автоматты ажыратқыш нені қорғайды? Үйдің электр монтажына қандай кабельді қолдануға болмайды? Үйдің жарықтандыру жүйесіне тартылатын кабель өткізгіштерінің көлденең қимасының ауданы қанша болу керек? Келесі сұрақ. Қуаттылығы 6 киловатт бір фазалы электр плитасын қосу үшін қандай кабель қолданған дұрыс? Көлденең қимасының ауданы 1,5 мм квадрат болатын өткізгіштері бар кабельді қорғау үшін қандай автоматты ажыратқыш қолдану қажет? Дұрыс жауапты белгілеңіз. Кернеу релесі не үшін қажет? Келесі сұрақ. Дұрыс жауапты белгілеңіз. Ток ағынынан, ток утечки, адамды қорғайтын қондырғы. Он 0,4 киловольт подстанциясынан жерлендіру өткізгіші мен нөлдік өткізгіш бөлек тартылған жүйе қалай аталады? Схемаға қараңыздар. Көлденең қимасының ауданы 2,5 мм квадрат болатын өткізгіштері бар кабельді қорғау үшін қандай автоматты ажыратқышты қолдану керек? Ал тест жауаптарын қараңыздар. Қанша қате бар? Тексеріңіздер. Өз деңгейіңізді қараңыз. Кімге тест түсініксіз болды, немесе қате бар деп
деп ойласаңыздар, комментарийда жазып көрсетіңіздер. Екінші бөлімі болады. Тесттер кішкене қиындатылады. Кімге осы видео ұнады, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, әлі талай қызықтары болады. Сау болыңыздар. Рахмет.